Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода адам неліктен қорылдайтындығы туралы, қорылдау ненің белгісі екендігі және оны қалай емдеу керектігі жайлы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Адамның қорылдауына көптеген факторлар әсер етеді. Жас бала немесе сәбидің қорылдауы оның суықтағанының, тұмау жұқтыру қаупінің жоғарылығынан хабар береді екен. Кейде дені сау, айғырдай кісінеп тұрған жастар да, әсіресе жігіттер қорылдап ұйықтайтынын байқауға болады. Бұл темекінің ыс сияқты улы қалдықтарының тыныс жолдарында шамадан тыс көп жиналып қалуынан немесе бұлшық еттің шаршағанынан болуы мүмкін. Ал бойжеткендерде жоғарғы тыныс алу жолдарының суықтауына байланысты ісінуінен болуы ықтимал. Салмағы мөлшерінен артық адамдарда жиі қорылдау байқалады. Себебі бұл кезде тыныс алу жолдары тарыла бастайды. Қорылдамау үшін денедегі артық салмақтан арылып, қалыпты тепе-теңдікте болғаны жөн. Алкогольді ішімдіктерді көп пайдаланумен, оларды дәрі-дәрмектермен бір мезетте пайдалануда қорылдауға себеп бола алады. Алкогольді ішімдіктен алшақ болғаныңыз жалпы денсаулығыңыз үшін де пайдалы. Аллергиялық аурулар да кей кездері сіздің қорылдауыңызға өз үлесін қосуы ықтимал. Сондықтан да оны емдеткен жөн. Сонымен қатар, шалқасынан жатып ұйықтауды әдетке айналдырғаннан, ондай кезде тіл артқа қайырылып, ауа өтімін тежейді. Соның салдарынан да діріл пайда болады. Жасы келген адамның шаршағанда ғана емес, жайшылықта да қорылдап ұйықтауы оның жүйкесі жұқарғанынан, бұлшық еттерінің әлсірегенін білдіреді. Сол сияқты 50-ден асқан адамның күнделікті қорылдауы оның жоғарғы тыныс мүшелерінің құрғақтығын, мұрынның шырышты қабығының жұмысында ақау барын білдіреді. Негізі қорыл алаңдайтын мәселе емес, егер адамның денсаулығы дұрыс болса, бірақ оны қауіпсіз деп те айта алмаймыз. Қорылдың кейбір түрлері алаңдаушылық туғызуы мүмкін. Дәрігерлер, егер адам қорылдап жатып тыныс алмай қалатындай болса, немесе 3-4 секундтай тез-тез тыныстап кетсе, тұншыққандай сезім болса және өзін ұйқыдан оята алмай қиналатын болса, онда міндетті түрде дәрігерге тексерілсін деп кеңес береді. Мұның бәрі аурудың белгілері болуы мүмкін. Ол жүрек қан тамырлары ауруының қаупімен байланысты апноэ сияқты ұйықтағанда тыныс алу бұзылысынан болатын ауру. Жалпы алғанда, егер ұйықтаған адам дыбыс шығарса да дұрыс тыныс алса, онда уайымдайтын ештеңе жоқ. Негізінде көп жағдайда жұтқыншақ бұлшық еті әлсізденгенде адам ұйықтап жатқанда тыныс алуы қиындайды. Егер түнде жаныңыздағы адамның ұйқысын қашырып қорылдайтын болсаңыз, мына жаттығуды жиі қайталаңыз. И дыбысын дауыстап, әрі созып айтуды әдетке айналдырыңыз. Дыбыстаған кезде тілдің ұшын жұтқыншаққа қарай созған жөн. Жаттығуды күніне 10-15 реттен 2-3 рет қайталаған жөн. Әрине, бұл жаттығуды қорылды емдейтініне сенбеуіңіз мүмкін, бірақ ыңылдап ән айтқандай и дыбысын күнде айтып жүрсеңіз, жұтқыншақ бұлшық еті шынығып, нәтижеге жетесіз. Қорылдауға қарсы халықтық емде көптеген дәрілік тұнбалар мен қоспалар да бар. Мәселен, қырыққабаттың 2-3 жапырағын алып, оны ет тартқыштан өткізіңіз. 1 ас қасық бал араластырыңыз. Ұйықтар алдында 1 ас қасық емдік қоспаны жеп жатыңыз. Емделу мерзімі 4 апта. Кәдімгі шырғанақ, яғни облепиха майын да қорылға ем ретінде қолдануға болады. Ол үшін ұйықтардан 4 сағат бұрын мұрынның 2 танауына 1 тамшыдан шырғанақ майын тамызыңыз. Күнде осы майды тамызуды ұмытпаңыз. 2-3 аптада нәтижесі байқалады. Қорылдауға мән бермей жүре беруге болмайды. Ендеше деніңіз сау, ұйқыңыз тыныш болсын. Егер де осындай пайдалы қазақша ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз.